Сәлем бірге қайсар, бүгін мен сендерге қалай аниматор болған туралы айтып беретін боламын. Ал мен көп сөйлемеймін, біз бастаймыз. Кеттік. 2019 жыл. Осы жылы бізде бір ноутбук болды, және де үйдегілер соны қолданды. Көбіне мен еді. Сол кезде ең алғашқы анимациялық программа ол пивот аниматор болды. Ода сен қалаған фигура жасай аласың, және де оңай интерфейсте анимация істей аласың. Бірақ ода функция аз болғаннан кейін біз жаңа версиясын алдық. Пивот аниматор түрді. Ода мен осы проекттерді жасадым. Ең маңызды осы болды. Сосын осы жақында пивот аниматор 5 деген бағдарлама шығады. Ода мен осы анимациясын, және де бұл менің ностальгия. Айтпақшы, ол жерде мен алғашқы кейіпкерін көре аласыңдар, оның түрі осындай. Оның басы төртбұрыш, қоңыр шашты, үстінде қара күрткісі болды, және де қызыл супермен деп тұратын домалақ нәрсесі болды. Кейін мен арнамда көп қаралым жинамай кетіп, мен ағылшынша арна аштым. Ол арнада мен YouTube Shorts арқылы дамыдым. Ол кезде кейіпкер осындай болды, кейін осындай өзгеріп, қазір осындай болды. Қысқасы бәрі сондай болды ғой. Содан соң мен Adobe Animate дейтін программа аладым. Бірақ ода айтатын ештеңе жоқ, жай ғана графикалық процесс керек. Мен қалай достарыммен таныстым. Бір күні ол Нұрәлі дейтін аниматор кескін дейтін хэштег шығарды. Егер де сол хэштег пайдаланып анимациялатын болса, ол ода қарайды екен. Сөйтіп мен хэштегке кіріп, Аружан дейтін қызбен танысамын. Қазір араласып жүргеніме 2 жылдай болып қалды, егер білмесеңдер. Бір күні өз жұмыстарымды істеп отырамын компьютерде. Бір кезде ол жасайтын бала жазады тиктокта, сонымен қазір шегендей доспын. Достым, анимация чегісіме алсақ та. Бір күні мені қалам студио дейтін топқа қосады. Сол жерде мен 3 допсыз табам. Олар Асхат, Аслан және де Жансая дейтін. Осы үшеуімен қазір дос болып жүрмін. Қалай анимация жасау үйрен? Менен көп сұрайды, қалай анимация жасау үйрен деп. Жай ғана күнде анимация жасаймын, және содан тәжірибе алып өттім. Оның ешқандай сыры жоқ.